Ойлаш, сен үй жұмысын жасамай телевизордан Netflix қосып, игра в кальмара көріп отырсыз. Бірақ бір кезде анаңыз хабарласып, не істеп отырсың деді. Сен өтірік үй жұмысын бітірдім дейсің, бірақ бітірмедің. Бір кезде үй жұмысы жасалып тұрады. Сосын байқамай, мен жоқ болып кеттім деп айтып қаласың. Сол кезде шынымен жоқ болып кетесің. Бұл Netflix және ерігу деген қарғыс. Бүгін мен сол туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көр. Бірінші күнде мынау ел диванға отырып, жаңа шоу басталғанына қуанып жатады. Сосын оған телефоннан досы хабарласады. Және де әлгі шоуды көріп отырсың ба дейді. Ал анау қыз болса, я көріп отырмын деп айтады. Сосын ол печенье жеп жатқанда досы не жеп жатсың деп телефоннан сұрайды. Ал әлгі қыз болса, пайдалы салат жеп жатырмын деп өтірік айта салады. Сосын бір кезде шынымен пайдалы салат жеп отыр екен. Сосын құрбысы болса сау бол дейді. Ал мынау әйел болса, қалай салат жеп отырғанын өзі түсінбей қалады. Сосын шаршаған шығармын дейді да салатты қоя тұрып телевизорды қосады. Сосын оған оның жігіті хабарласады. Яғни оған хабарлама жазады. Және де қалың қалай деп айтады. Және де бүгін сен үйіне келіп кетейін дейді. Ал анау қыз болса, жоқ керек емес, менің атам қайтыс болды деп айтады. Сосын жігіті жарайды деп оны қолдайды. Сосын біраздан соң оған анасы хабарласып, атаңның қайтыс болғанын айтады. Және де анасы тезірек оның үйге келуін сұрайды. Бірақ мынау қыз болса үйге келмеймін дейді. Себебі ол атасымен мүлдем әңгімелеспеген. Сосын анау қыз мен ауырып жатырмын және тамағым ауырып жатыр. Сосын тағы басқа да ауруларды айта бастайды. Сосын мамасына таңертең бір ақпаратын айтады. Анасы болса жарайды демал дейді. Сосын телефонды қоя салады. Сосын телевизор қосып енді кино көрейін деп жатқан кезде шынымен тамағы ауыра бастайды. Және жаңағы айтқан аурулардың бәрі шынымен болып жатады. Сосын біреу звондайды. Сосын мынау әйел болса, қазір хабарласа алмаймын, басым ауырып тұр дейді. Сол кезде оның басы шынымен ауыра бастайды. Сосын қайтадан хабарласқан кезде мынау қыз ашуланып, менің миым істемейді деп айғайлап қалады. Сол кезде оның миы шынымен істемей қалады. Осымен бітті. Короче, мына бөлімде әйел соншама түсінікті затты миына кіргізе алмай өліп қалады. Және де монтажына 10-нан 6 беремін. Себебі бұл киноның қорқынышты екені байқалмады. Ал сюжетіне 10-нан 5. Себебі бүкіл кадр тек диванда отырған әйелмен түсірілді. Ал атмосфераға 10-нан 9. Киноның басында мынау қыз өзінің салмағын өлшейді. Және де оның салмағы 115 фунт. Ал килограммға айналдырсақ 52 килограмм. Сосын оны көріп көңіл күйі түсіп отырады. Сосын телевизорды қосып, сол жерден шоуды көріп отырады. Сосын оның телефонына біреу хабарласады. Мынау қыз болса телевизорды өшіріп, өз телефон алады. Сол кезде оған құрбысы ертең спортзалға барайық деп айтады. Бірақ мынау қыз жоқ бара алмаймын, мен 2 килограмм тастадым деп айтады. Мынау қыз таңғалады және де телефонды қояды. Және бір сәтте анау қыздың іші арықтай бастайды. Сосын салмағын өлшеген кезде шынымен 2 килограмм тастапты. Ол қатты қуанып кетіп өз орнына диванға барады. Сол кезде оған құрбысы жазыпты. Мен өзім жалғыз спортзалға бара алмаймын. Ертең кеттік бірге барайық деп оған айтады. Бірақ мынау қыз ертең бос емеспін, мені 1 сағатқа ертерек бастығым шақырсын деген деп айтады. Сосын біраздан кейін шынымен бастығы 1 сағатқа ертерек кел деп оған айтады. Мынау қыз болса қатты таңғалып кетеді. Сосын ол бұл қарғысты түсінген секілді. Netflix және ерігу. Сосын құрбысына менің тырнағым көк түске боялып кетті деп айтады. Және де шынымен боялып кетеді. Сосын қайтадан тексеру үшін қызыл түске боялып кетеді деп айтады. Сол кезде де шынымен қызыл түске боялып кетеді. Сосын менің балансымда $1 миллион бар деп айтады. Сол кезде шынымен де $1 миллион пайда болады. Сосын құрбысы хабарласып, шынымен $1 миллион бар ма деп сұрайды. Сосын мынау әйел, иә шынымен $1 миллион бар. Мен қуанғаным сонша, тіпті жарылып кеткім келеді деп айтады. Сол кезде ол біртүрлі сезімді сезе бастайды. Ол үлкейе бастап жарылайын деп жатады. Және де жарылып кетеді. Ал бұл бөлімде мына әйел қарғысты түсінді және де өзіне пайдалы қолдана алды. Бірақ артық сөйлегеннен атылып өліп қалды. Монтажына 10-нан 7. Ал сюжетіне 10-нан 8. Ал атмосфераға 10-нан 9. Киноның басында мынау сары әйел диванға отырып телевизордан шоуын қосады. Сосын мороженое жеп отырады. Сосын рахаттанып мороженое жеп жатқан кезде оған біреу хабарласады. Анасы хабарласып жатыр екен. Сосын анасы істеп жатсың дейді. Және де алгебрадан экзамен қалай өтті дейді. Ал мынау қыз болса, сіз білесіз деп айтады. Содан кейін анасы оған мороженое жемеуді айтады. Ал мынау қыз болса, қалдықтарды жеп отырмын деп өтірік айта салады. Сол кезде шынымен қалдықтарды жеп отыр екен. Сосын анасы күнге дейін телевизор көрме деп телефонды қоя салады. Ал мынау қыз болса дым түсінбей жатыр. Және де қалдықтарды қоя салып телевизор көріп отырады. Сосын ол сөйтіп отырған кезде оған құрбысы хабарласады. Және де заправкада Джет Брайанды көргенін айтады. Ал мынау қыз сенбейді. Сосын құрбысына қазір сөйлесе алмайтынын айтады. Сол кезде шынымен сөйлей алмай қалады. Сосын құрбысы хабарлама жазсашы деп айтады. Ал мынау әйел болса шынымен сөйлей алмай тұрады. Сосын құрбысына мен сөйлей аламын деп жазады. Сол кезде шынымен сөйлеп кетеді. Сол кезде мынау қыз бәрін түсінген секілді. Сосын құрбысына мен
көк түсті киімдемін деп айтады. Сол кезде шынымен көк түсті киімге киіліп кетеді. Мына қыздың қуанышы қойнына сыймай қатты қуанып кетеді. Және де әлгі қалдықтарға қарап, мен пицца жеп отырмын деп құрбысына жазады. Сол кезде шынымен тәрелкесінде пицца пайда болады. Сосын осыны пайдаланып, мен алгебрадан 5 алдым дейді. Сол кезде шынымен де 5 алып кетеді. Сосын құрбысы хабарласып, сен не жазып отырсың деп сұраған кезде, әлгі әйел, мен ракушка секілді қуаныштымын дейді. Сол кезде ол біртүрлі сезіммен тұрады. Сосын шынымен сондай бір зат айналып кетеді. Осымен бітті. Мына бөлімде әйел қарғысты қолданылды, бірақ біртүрлі қуып кеткенский. Себебі сценаристер бірдеңе шеккен секілді. Соңы дымда қорқынышты емес. Мынаны қарап, 5 жасар бала қорқып отырмын спайды. Монтажына 10-нан 7 беремін. Сюжетіне 10-нан 5, ал атмосферасына 10-нан 7 беремін. Басында мынау қыз өзімен өзі отырады, және де үй жұмысын жасап отыр. Сосын сол уақытта оған чат деген оның баяғы жігіт жазады, және де бізге хабарласу керек деп, бізге сөйлесу керек деп айтады. Ал мынау қыздың болса сөйлескісі келіп тұрған жоқ. Сосын ол қорқынышты кино көріп отырған кезде оған анасы хабарласады. Және де мектепте қалай үй жұмысын жасадың ба деп сұрайды. Ал анау қыз болса, неге оны сұрап отырсыз деп айтады. Ал анасы осы мектеп үшін саған көп ақша төккенін айтады. Және де үй жұмысын жасадым деп өтірік айта салады. Сол кезде үй жұмысы шынымен жасалып кетеді. Сосын француз тілін де жақсы үйреніп алдым дейді. Сол кезде французша сөйлеп кетеді. Сосын пультқа отырып қалған кезде телевизордан қорқынышты кино дауыстар шыға бастайды. Сол кезде анасы оған қорқынышты кино көрме деп ұрсады. Ал мынау қыз болса, комедия түсіріп жатқанын айтады. Комедия көріп жатқанын айтады. Сол кезде шынымен комедияға айналып кетеді. Сосын анасына шаршағанын айтады, және де мен саған ертең хабарласамын деп телефонды қоя салады. Сосын оған әлгі чат деген баяғы жігіті қайтадан звондай бастайды. Ол оған сенде 60 секунд бар дейді. Және де ол сені жақсы көремін деп айта бастайды. Бірақ мынау қыз уже үйленіп кеткен айтады. Және де оның жігіті бар екен айтады. Сол кезде шынымен пайда болады. Сол кезде оған айқайлап тастап, мен өмір сүрмеймін деп, сен үшін өмір сүрмеймін, мен мүлдем өмір сүрмеймін деп айғайлап қалған кезде ол шынымен жоқ болып кетеді. Сосын әлгі жаңадан жігіті келіп дым түсінбей тұрады. Сосын жарайды деп кетіп қалады. Осымен бітті. Бұл бөлімде мен кішкене түсінбедім. Еврей қай көттен шықты? Тертоны қойшы. Монтажына 10-нан 8 беремін. Сюжетіне 10-нан 8, ал атмосфераға 10-нан 8. Киноның басында мынау ел өзіме уақыт бар деп енді ғана телевизор қосып отырады. Және де рахаттанып телевизор көріп жатқанда оған біреу хабарласады. Сосын бұл оның жігіті екен. Және де бүгін ресторанда кел дейді. Және де ол ұмытып кетіпті. Содан кейін келе алмайтынын айтады. Мен пижамадамын дейді. Сол кезде шынымен пижамада болады. Сол кезде жігіті әлі ұйықтауға ерте ғой дейді. Ал мынау қыз болса қатты шаршаған айтады. Және де бүгін қиын күн болды. Сосын мен күте алам дейді. Ал мынау қыз болса керек емес дейді да қайырлы түн деп телефонды қоя салады. Сосын оған телефонына анасы жазады. Және де қайырлы түн, қазір саған ұйықтау керек деп айтады. Ал мынау қыз болса үйінде оның Сали деген тәтесі бар екен айтады. Сол кезде ол өзінің үйінде біртүрлі бір адамдарды және де дауыстарды ести бастайды. Сосын бұл Сали деген тәтесі екен. Және де ол оның бөлмесіндегі заттарды жылжытқан екен, өзіне төсек жасау үшін. Сосын сенің туалетің быт-шыт болып кетті деп айтады. Мынау қызға бұл ұнамай жатқан секілді. Сосын ол енді ғана рахаттанып телевизор көрейін деп жатқан кезде оған Пейджи деген біреу звондайды. Және де бір күн сенің үйіне қонсам бола ма деп сұрайды. Ал мынау қыз болса менің Сали деген тәтем шашымды жұлғызып жатыр деп айтады. Сол кезде мынау шынымен өз шашын жұла бастайды. Ал Пейджи деген досы сенде бәрі дұрыс па деп айтады. Сол кезде шашын жұлып жатып, менде бәрі дұрыс деп қалған кезде шашын бір кезде жұлмай қалады. Сосын мынау қыз ертең мектепте кездесеміз деп телефонды қоя салады. Сол кезде телевизорды енді көріп жатқан кезде Сали деген тәтесі оған магазинге барып кел дейді. Бірақ мынау қыз ода үй жұмысы көп екен айтады. Және де үй жұмысына тұншығып батырмын дейді. Бірақ бір кезде оның аузынан қағаздар шыға бастайды. Және де шынымен аузынан сілекей ағып тұншыға бастайды. Сосын сол қағаздарға тұншығып өліп қалады. Осымен бітті. Мынау менің қазіргі жағдайым. Монтажға 10-нан 8, ал сюжетке 10-нан 9, ал атмосфераға 10-нан 8. Короче, мына киноның барлық бөлімі жақсы. Соңында не болатынын біліп тұрасың. Өледі. Бірақ қалай өлетінін білмейсің. Ракушка айналып кетеді, немесе жоқ болып кетеді, немесе тұншығып өледі. Қысқасы, ұнаса лайк бас, пока.